Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен қарапайым салат рецептімен бөлісемін. Оны дайындау өте оңай және дәмді болып шығады. Ол үшін келесі ингредиенттер қажет болады: қияр, сарымсақ, қант, күнжіт майы, күріш сірке суы, соя тұздығы, балық соусы, күнжіт, тұз және дәмдеуіштер. Туралған қиярды терең ыдысқа салып, тұз қосамын. Осы қалыпта 15 немесе 20 минутқа қалдырамын. Уақыт өткеннен кейін қиярдан бөлінген сұйықтықты сығып аламын. Енді салатқа қоспа дайындаймын. Барлық аталған ингредиенттерді араластырып, қиярға қосамын. Ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Дайын болған салатты бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыз, дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Көбінесе бұндай салатты палау дайындағанда ұсынамын. Ал сіздер өзіңізге сүйікті тағаммен үйлестірсеңіз болады. Мінекей салат дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.